Сәлем қыздар, бүгін қысқа арнап қияр жабамыз және де қиярларды тұздап үйренеміз. Ол үшін қажетті заттар: қияр, лавр жапырағы, қара бұрыш, сарымсақ және аскөк, уксус, банка мен қақпақтары және тұз бен қант. Ең алдымен қиярды жуып тазалап, 1-2 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Одан кейін банканы дайындаймыз. Ол үшін оның ішіне қайнаған су құйып, микроволновкаға салып, бетін жауып, 3-4 минут бойы қыздырамыз. Және бұл уақытта қақпақтарын да дайындап қоямыз. Қайнап жатқан суда 15-20 минут бойы оларды да қайнатамыз. Банкаларымыз дайын болды. Олардың ішіндегі суларын төгіп тастаймыз да, банканы және қақпақтарын кебуге қойып қоямыз. Осылай кебеді. Одан кейін қиярлар 1-2 сағат өткеннен кейін олардың екі жанын алып тазартамыз. Яғни осылай кесіп тастаймыз. Қиярды кесіп болған соң оның ішіндегі суын төгіп тастаймыз да, оларды банкаға орналастырамыз. Мен 1 литрлік 3 банка және 2 литрлік 2 банканы алдым. Ең алдымен осылай аскөктерді банканың астына орналастырамыз. Яғни укропты. Одан кейін лавр жапырағын аламыз да, әрбір банкаға 2-3 жапырақшадан саламыз. Яғни ол қалауыңыз бойынша. Одан кейін осындай үлкен домалақ қара бұрыштарды қосамыз әрқайсысына. Дәміне қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады мөлшерін. Кейін 1-2 сарымсақтан қосып шығамыз. Одан кейін қиярларды орналастырамыз. Яғни осылай банкаға тігінен орналастырамыз қиярларды. Барлығын тығыздап, бір-бірінің қасына жақын етіп саламыз. Келесі банкілерде дәл солай толтырып шығамыз. Егер де тігінен салуға ыңғайсыз болып жатса, яғни сыймай жатса, онда ең жоғарғы жағына жанынан жатқызып қиярларды орналастыра берсеңіз болады. Осылай 3 банканы да қиярға толтырамыз. Одан кейін бізге қайнап тұрған ыстық су қажет. Яғни сол қайнаған суда әкелеміз де әрбір банканы толтырып құямыз. Су міндетті түрде қайнаған болуы қажет және де ыстық болуы қажет. Осылай 3 банканы да үстіне дейін толтырып құямыз. Одан кейін банкалардың қақпағын жаба тұрамыз да, оларды 20-30 минутқа қоямыз. 20-30 минут өткен соң суы ішіндегі суып тұрады, соны қайтадан кастрюльге құямыз. Ішіндегі қияры түсіп кетпес үшін осылай қолыңызбен ұстап тұрып құйсаңыз болады. 3 банканың ішіндегі барлық суларын осылай кастрюльге қайтадан кері қарай құйып шығамыз. Одан кейін сол суды қайтадан бетін жабамыз да қайнауға газге қоя тұрамыз. Оны қайтадан қайнатқаннан кейін банкілердің қақпақтарын аламыз. Одан кейін әрқайсысына 1 ас қасық қанттан қосып шығамыз. Және де 2 ас қасық тұздан қосамыз. Бұл қалауыңыз бойынша, егер де тұз көп десеңіз, оның мөлшерін азайтып салсаңыз болады. Және де уксусты 1 шай қасықтан 3 банкаға қосып шығамыз. Содан кейін жаңағы суымыз қайнап тұр, соны аламыз да қайтадан банкілерге құямыз. Барлық банкілерді осылай толтырамыз, қақпақтарын жаба тұрамыз. Одан кейін осындай арнайы қақпақ жапқышпен орап, бекітіп, аузын нығыздап жауып қоямыз. Барлық банкының қақпағын осындай арнайы қақпақ жапқышпен, яғни закрывашкамен бекітіп аламыз. Мен осылай 5 банкамда жауып болдым. Одан кейін оларды төңкеріп, 1 күнге осылай қоя тұрамыз, және де жылы тұру үшін бетіне одеял жауып қоямыз. 1 күн осылай тұрғаннан кейін банкаларды сақтайтын жеріне қойсаңыз болады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік!